Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бүгін піскен еттен ерекше дәмді салат жасайтын боламын. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видео көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыз. Бізге піскен ет, тәтті жүгері, қияр, сәбіз, 2 жұмыртқа қажет болады. Етті ұсақтап тұрап аламыз. Бұл салатқа етті арнайы пісірген емеспін. Ет асқаннан қалып қойған ет болатын. Сондықтан исраф болмасын деп, отбасыма осылай кішігірім салат жасап бердім. Салат өте дәмді әрі тойымды болады. Турап болдық, енді ыдысымызға саламыз. Қиярды видеода көрсетілгендей ұсақ бөлшектерге бөліп аламыз. Барлығын турап алдық, ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте сәбізімізді теркадан өткізіп аламын. Піскен жұмыртқаны бөліп тураймын. Жүгері қосамын. Бұл салатқа сыр қостым. Егер болмаса, қоспаса да болады. Достар, егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Дәміне қарай тұз қосамын. Майонез қосамын. Және де барлығын жақсылап араластырамын. Осымен салатымыз дайын болды. Әдемі ыдысымызға саламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, келесі видеода кездескенше.